Қазақ тілі мен әдебиет пән бірлестігінің ұйымдастыруымен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына және тіл әр ұлттың ең ұлы анасы атты 10 күндігімізді ашық деп жариялаймыз. Ана тілін жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар. Қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі алаулаған арым бар. Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін өз әдебиетін бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымдақ берген білім, жетіп жерге түскен минутымнен құлағыма сіңірген таныс үнім. Қымбат маған ана тілім, бал тілім, қымбат маған дана тілім, ар тілім, ақ сүтіммен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілің біліп қой, еркіндігің теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың едігің. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте. Ана тілім қажап деп айталамын, жаннаттай жан балықта жайта барым, шырқатып ғұмыр бойы айтар әнім, келеді толас таппай қайталағым. Назарларыңызға 10 күндіктің жоспарын ұсынамыз.